Ассаламу алейкум, құрметті достар, бауырлар. Қора салып жатырған процесті көрсеткім келіп отыр. Қалай қора салып жатырмыз. Гарбельден арзан қылып салып жатырмыз. Бұл жерде бойдақтар тұрады. Ұзындығы 16, ені 9. Осындай болады. Алла қаласа, мыналарды қазір алғаннан кейін мына жерге міне шөпті қоямыз. Осы жерге былайынан жақын қылып шөпті қоямыз. Мынау есік болады. Сосын мына жер науа міне. Осы жерден мына шөпті осы жерде мына жерге алып салатын боламыз. Неге ілгіш істеп қоямыз, солай ұстап тұру үшін. Сол кезде біздердің жұмысымыз жеңіл болады. Әке? Рыбалкаға барайықшы? Қазір жұмыстарды мына жақта мынау есік бар. Мынандай үлкен есік істеп қойдық. Мына жерге және шөпті тастап, сосын осы жерден мынандай рулондарды кіргізіп бере береміз. Шөптер. Мына іші. Мына жерде пол болады. Мына жерге бетон ба, я кирпич өреміз ба? Ойлап жатырмыз. Мына жер міне науа. Есіктер осы жерден береміз. Шөпті, жемді осы жерден береміз. Сосын қалай болып жатыр мінекей. Мынау гарбель. Бөренелерді қағып алдық. 1, 2, 3, 4 бөрене. Столб. Сосын үстін мынандай бөренемен жібердік. Сосын үстіне ағаштарды қағып шығып, соған шипірді қақтық. Ешқандай утеплять етпейміз, жылытпаймыз, дәл осылай қалдыратын боламыз. Сырты гарбель. Ағаштарды қағып шығып, мына бөренелерге. Сосын өйсіп қағып шықтық мінекей. Осылай болды. Үстіне тесіктерге мынаны қақтық. Линолен. Қалған жер осындай қалдырамыз енді. Науа ар жаққа кетіп қалмау. Және мына жерден де қағу керек. Бұлай. Ішіне қарай текке басын тығып жеп тұрады, ішіне қарай кірмейтін болады. Биыл осы жағын ғана істейміз. Қаражатқа байланысты. 30 бұқа бар жас. Осы жерге сият деп ойлап отырмыз. Мына жаққа бір есік істедік. Қағылып тұр, ашылып кетпесін деп. Мынада үлкен есік болды ме? 1,5. Осындай болып жатыр, достар. Үстін қалай істеген барлық видеоларымды түсірбем, фотоларды түсірбедім. Өкінішке орай өшіп қалыпты. Қалай өшіп қалғанын өзім білмей қалдым. Осындай болып жатыр. Әлі істейтін жұмыстар көп. Мына жерге терезе қоямыз. Полукарбонатты алып қағамыз. Әдейі осындай салқын қылып істеп жатырық. Бұқаларға болады, оларға асты жылы болса болды. Бұл мынандай болып жатыр ме?
осы жерге қиды тастап, қи тастаймыз. Ортасы қиға толады. Астынан жылу салқын өтпесе болды бұларға. Байламаймыз, осылай жібереміз. Мынаны мінекей былай бөліп қойдық, ағаштарды қағып. Мына шөпке қарай кетпейді. Осында ғана жүретін. Мына жерге бір есік істейміз. Мына жаққа қарай шығарып, суды далада береміз. Мен осындай қысқа ғана видео. Арзан 1 миллион қаражат кетті теңгемен. Шипыр, ағаштар, бөрене 1 миллион теңге кетті. Енді қалған барлығын өзіміз істеп жатырмыз. Енді ең арзаны болып тұрғаны осы. Мына есікті ашып қоямыз. Сол кезде мына жақтан сиырдан шыққан су сияққа келеді. Мына бір тесіктерді әдейі қалдырдық, вентиляция болу үшін. Мына жерді жабамыз. Қар үрлемеу үшін бәрін жауып қоямыз мыналарды. Пока енді осындай болып жатыр. Келесі жылы Алла қалап сәтін салса, мына жақты істейміз. Енді қазір бұқаларды алып келдік табыннан. 10 бұқа болады. Бұларды енді байлаймыз. Бұқаларға бөлек, ертең байлағаннан бастап әдейлеп күннен күнге қалай байлап, қалай аткорм жасап жатқанымды бұларға видео салып тұратын боламын. Қытай бұзауынан бастап қандай доход, қандай пайда түсті бәрін салатын боламын. Бұзаудан бастап өсіріп сатқанға дейін неше теңге болды бәрін айтатын боламын. Қораның сырты мынандай. Uzun болды, паровоз. Мынауымызда 15 или 16 метр. 16 метр. 30 метрден асты ғой. Мына жер терезе болады. Кәдімгі линолеумдер қалада көршілеріміз ремонт жасап жатып берген. Оған арзан қалып. Осы достар. Hoş болыңыздар, сау болыңыздар, аман болыңыздар, комментарий жазыңыздар. Каналға тіркелмеген кісілер тіркеліңіздер. Жақсы видеолар шығарып тұратынымыз боламыз.